Көзқарасымыз өз ойымыздың шығара бергіштігінің құрбаны. Өмірге деген пайымдауымыз болашағымызға өз ізін қалдырады. Сіз байқап көрдіңіз бе? Біздің бақытымыз көбіне ойлау тәсілімізге тәуелді. Сіз әлемдегі жетістіктің барлық бөлшегіне ие бола тұрып, әлі де өзіңізді бақытсыз болып сезінуіңіз мүмкін. Күннің соңында жұмыстан келіп, наразылығыңыздың әсерінен қабырғаға қарап отырасыз. Қалыңыз қалай, әке? Аманбысың, балам? Мені Пенсильвания штатының солтүстігіне әкеп соқты. Бұл жақта ата-анамның ыңғайлы әрі кең үйіне тоқтадым. Демалыс күндерінде отбасымен өткізуге, бұл демалуға және барлығын дұрыстап тұрып ойланып алуға тамаша жер. Өзімді күнделікті у-шу мен алаңдаушылықтардан жұлып алған кезде ғана бұл ойдың анықтығын сезе аламын. Ал қазір жай ғана осы жердің тыныштығымен тамсанайық. Қалай ғана ашып кетпеуге болады? Мен сіздерді рөлді бір қолмен ұстап жүргізуге ешқалай шақырмаймын. Нешетақ қорғансыз. Сондықтан мен трюктардың тек қана шлеммен қайталаңыз. Тек қана осылай. Табиғатпен, бірақ кездейсоқ ағашқа сіздің крутойлығыңыздан түк қажет жоқ. Сондықтан өзіңізбен темір атыңызды ойлап қойыңыз. Сонымен бұл бейнеде мен бақытты болу жолында тұратын үш кедергі жайлы айтқым келіп тұр. Жалпы осы өмірді сезінуге көбіне не әсер етеді? Мен бұл тізімнің басты сығып, көрінбейтіндей өршіл үміт күтуді қоям. Мен ойымша бұл мүмкін емес. Өз үміттеріңді көтермелемеу. Қарапайым мысал, сіз кинотеатрға барасыз, қайттан көп ақша құйылған блокбастарға қызықтыратын трейлерді көргеннен кейін күтімдеріңіз өте жоғары деңгейде болады. Бірақ киноны толық бітірген соң қарапайым ерекше дымыда жоқ кино екенін түсінесіз. Ал сіздің бұл киноға деген үмітіңіз үлкен болған, яки сіз өзіңіздің өршіл үміттеріңіздің құрбаны болдыңыз. Айталық, сіз ораторсыз, үлкен халық алдында сөйлей бастадыңыз, және алғашқы 5 минутта тұрақты таңғажайып қошеметтер болды. Сіз кәдімгідей тартымдысыз, бірақ бұл тек қана қағаздарда, ал шын өмірде барлығы сирек сценарийіңіз бойынша өтеді. Сіз баяндама жасаудың кіршіксіз жоспарын құрып қойдыңыз, бірақ жүзеге асыра алмай жатсыз. Өйткені сіз нақты білмейсіз, қай жерде қиындық туындайтын. Халыққа шешендігіңіз ұнай ма әлде ұнамай ма, бүгін дұрыс аяқтан тұрдыңыз ба, қалай дайындалдыңыз, тағы сондай сияқтылар. Сіз бұл өмірде шынымен әсер ете алатын нәрселер тізімі кішкентай. Сіз соншалықты көреген адам емессіз, нақты бір жағдайда адамдардың әрекеттерін болжауға. Мысалға мен алайық, мен ютубтағы бейнелерін просмотрларынан мүлде алаңдамаймын. Мен тек қана күшімді салған нәрселер жайлы алаңдаймын. Бейнен реттедім бе, бір нәрсе істеуді ұмытпаған шығармын. Бейнем қызықты болып шықты ма? Қолынан келген бәрін жасағанын білген бір өзі сізді бақыттырақ қылады. Сондықтан қошеметтер бақыттың кепілі емес. Өзіңмен сапалы жұмыс істеу, міне осыған ұмтылу керек. Осыдан ақырындап келесі кедергі жайлы айтуға көшейік. Пікірлерден тұтқына болма. Самооценканы төмендетіп жіберудің істейтін жолдардың бірі өзіңді экрандағы көрсеткіштерге тәуелді қылу. ютубты алатын болсақ, пікірлердің шұңқырына түсіп кету оңай. Содан сіз өзіңізден сұрай бастайсыз. Мысалға, мен қалағанды алдым ба? Тәжірибе, қуаныш, кайфты. Бұларды сандармен белгілеу оңай емес. Біз солай істенгенбіз қарапайымнан бастап бағалайтындай. Бізге солай ыңғайлырақ. Елестетіңізші, мен өзімді Фейсбуктегі достарым санымен бағаласам. Әне, қанша досым бар, содан мен мынадай жақсымын. Бұл деген күлкілі ғой. Күлкілі болған мен өкінішті де, өйткені адамдар шынымен де осындай заттарға назар аударады. Менің кеңесім бұндай шектеулерді сындырып, сізді бақыттырақ қылатын не күш беретін нәрселерге назарыңызды аудара бастаңыз. Бастауларыңызды тоқтатпаңыз, өзіңізді бұл қажет емес сандармен байланыстырып отырып, жұмысыңызды ұзақ мерзімді кезеңде бағалаңыз. Сол кезде түсінесіз өзіңізді сынағаныңызды, бір сөзбен қолыңыздан келген нәрсені жасағаныңызды, және сізді ешқандай сандар сеніміңізден айыра алмайды. Біз бұдан мінсіз емеспіз, өмірімізде әрқашанда сақадай сай болып, оны бақылап отыра алмаймыз. Және осыдан перфекционист болу мақсаты мүмкін емес. Және бұл менің соңғы үшінші кедергі жайлы айтуға бастауым болады. Перфекционист болма.
Мен перфекционисттер қатарына қашан кіргенімді білмеймін, бірақ өзімді сұрақ қоюға тартатыны нақты есімде. Мысалға, егер мен осы объективті сатып алсам, мен ғажайып бейнелер түсіре алатын едім. Егер менде 15 подписчик жиналса, сонда мен керемет контент жасай бастаймын. Немесе менің ас үйім кемшіліксіз болар еді, егер пәтерімдегі барлық жеті сынған ыдыстарды ауыстырсам. Бірақ перфекционизм бұл иллюзия. Барлық ойлаған нәрселер түзетсеңіз де, бұл сізді әлі де ойлап тапқан идеалыңыздан бөлектейтін сияқты болып көрінеді. Қанша тырыссаңыз да, бір жұмыс шығып қалады, бір нәрсе сынады және сіздің идеалыңыз бұзылады. Айтпақшы, минимализм бізге перфекционизм кейпін бере алады, бірақ сол кезде елестей бастайды. Өміріміз аздап шатас жатқаны. Компьютер басқа жерде тұрған секілді. Айналаңызда адамдар көп болып кеткен сияқты. Әрқашанда бір жұмыс шығады және сол дөңгелекке таяқ болып кіреді. Бұл бізге алға қарай жылжуға кедергі болады. Шешімі, бұл бейберекеттікті қабылдау. Барлық өміріміз бейберекет екенін түсіну керек. Егер олай болмаса, өміріміз кәдімгідей қызықсыз, болжамды болар еді. Бұл қарапайым ойынға айналатын шығар, тек қана бейберекеттік болмай. Әрине, барлығымыз өмірімізді басқаруға ұмтыламыз, өзімізді қауіпсіздікте екенімізді сезінуге, тамақпен басымызда шатыры бар болуына қол жеткізгіміз келеді. Бірақ бізге жақсаруға ұмтылуымыз мақсат болмау керек. Өйткені жоқ нәрсеге ұмтылудың еш қажеті жоқ. Сондықтан одан құтылыңыз. Бұл туралы ойлауды доғарыңыз және бұл сіздерге емес. Өзіме айтқан достар, өйткені алдарыңызда нағыз перфекционизм адамы тұр. Бұнымен мен өмір бойы жұмыс жасадым. Қазір де жұмыс жасап жүрмін және осы бейнеде айтқан нәрселерді әлі де өз өміріме енгізбедім. Сонымен қатар бұл бейне көптеген керек емес нәрселерге назар аударуды тоқтатсам, онда кәдімгідей бақыттырақ болатынымды еске салады деген ойдамын. Бұл жерде жүру қандай керемет. Өйткені шын өмірдегі проблемаларды, қаланың ұшуын ойдан шығар жібересің. Осы жақта және де интернет істемейді, телефонды қолдана алмайсың. Сіз маңызды деп санаған нәрселер кенеттен қажет емес болып кетеді. Және осыдан мен әлеуметтік желілерден бас тартқанды ұнатамын. Сіздің таныңыз мемдар мен суреттерді қараумен басталатын болса, бұл сізге толықтай сініп кеткен білдіреді. Және бұл бұқтан құтылу оңай болмайды. Егер мен бір сәтке болсын бұдан құтылсам, онда бұл мен жаныма кәдімгідей шамалы болсын жылулық береді. Сау бол. Сәт сапар маған. Сағынбауға тырысыңдар. Аман бол, ешік.